Бәріңе сәлем достар. Бүгінгі видеода біз Укради бронировкта болатын обновленияда не қосатыны жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі видеода жаңа бронировктарды, жаңадан қызықты заттарды бүгін бірге көретін боламыз. Ал видео қызықты шықты және де пайдалы шықты. До конца көріп кетіңіздер. Осындай ақпараттарды бірінші болып білгің келсе, менің телеграм каналыма өт. Ол жақта бронировк туралы қызықты ақпараттарды бірінші болып салатын боламын. Сені сол жақта күтемін. Описание арқылы кіріп кетсең болады. Біз Укради бронировктың өзінің страницасын қарасақ, бер жақта осындай жаңадан магазин ба сондай, және бізде жаңадан 10 бронировк қосады екен, яқта жазылып тұр, стопқа қойып өздеріңіз көріп оқып алсаңыздар болады. Және бізде жаңадан яқта бронировктар секретный дейтін екі белгісіз секретный бронировк. Және де лос номой паги бұны қазір көретін боламыз. Бұл жаңа бронировктарды секретный. Енді қараңыздар, неқта екі белгісіз дейді, осы қызық болып тұр. Неқтарында не жазылғанын білмеймін. Ал енді біз өзіміздің керекті ақпараттарға өте берейік. Ал біз жаңа бронировктарды көріп кетсек, және де айтқаныңызға бізде лос паги. Қараңдарсай қандай әдемі қылып жасалған. Бұның өзінің обычный версиясы 21 миллион беретін болса, бұл лос қанша береді екен? Ойланып көріңдерсей. Бір көп ақша береді. Ең мықты лостардың бірін болайын деп тұр бұл. Ал өз ойларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер де болады. Келесі бронировк бізде осындай яқта сүт пен печенье екеуі қосылып қалған. Қараңдар түрлерін біреуі күліп, біреуі көңіл күйі жоқ па сондай. Енді бұл яқта айтар ештеңкем жоқ. Әдемі жасалған. Бұны мен жаңа жылда қосама дегем. Бірақ бізде қазір қосып тұр екен. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Келесі бронировк бізде осындай лос номой хотпостың полицейский түрі. Бұның анимациясы бар, видеосы қазір көріп жүрейік. Міне қараңдарсай, прикольный шыққан енді бронировк. Міне анимациясы жүр. Міне біреуінің қолында фонарик, біреуінде телефон, біреуінде ручник тұр. Бастарында сигнал тұр ғой. Әдемі шыққан енді қараңдарсай бронировктар, бірақ мағынасын түсінбедім, не үшін шығарған. Бұл лос номой хотпост, бірақ киімін ғана өзгерте салған. Сол шеті сәл түсініксіз болып тұр. Енді бұл бронировкты алу оңай болмайтын шығар. Себебі ол полицейский түрі. Бұндай бронировк бізде бірінші рет. Қараңдарсай міне. Бірақ шынымен әдемі шыққан, прикольно қараңдар. Келесі бронировк бізде осындай чиклатера, бисеклатераның дәл копиясы десек те болады. Просто андай басында шатаспасам чупа-чуз ғана тұр. Енді бұның да видеосы бар, міне қарайық. Бірақ бұның видеосы бірақ секунд екен бізде. Көргендеріңдей қараңдар. Көздерін қараңдарсай қимылдаған анимациясы әдемі тұрады. Бұл бізде базада тұрған түрма деймді. Сондай сияқты енді бұл да секретный бронировк жандегі спискта бар. Ал бұл соңғы бронировк бізде қалай комментарияға жазып кетіңіздер. Ал енді біз не қосатын, не болатын айтайық, қызықты информацияларды. Ақпарат бізде осындай 3 тарашкалап бронировктар. Бұл 3 тарашкада көріп тұрғаныңыздай әр түрлі 3 бронировктар өтетін болады суреттегендей. Енді бұны мен басында көргенде шок болдым. Сіздер де қазір шок болып жатқан шығарсыздар, бұны ойынға точно қосама деп. Бірақ бұны только ертеңгі болатын ивентте қосады. Ал былайша ойында кәдімгі бір дорожкалы болады. Бізде ортасында обычный өзіміздің қып-қызыл дорожка, шетінде сары және көк. Енді өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Және мен бұл жақта байқағаным, инвертарын қарасақ, бізде 4 сат тұр. Кәдімгі біз білетін 1, 2, 3 бізге білетін заттар. Ал 4-шісінде дейтін бізде жаңадан автомат. Бұны демек суббота болатын ивентте қоса мүмкін. Осы обновленияда болатын барлық информацияларды айттым. Енді маған қолдау ретінде арнаға тіркеліп, комментария жазып, осы видеоға лайк басып кетсеңіздер болады. Әр лайк, комментария, подписаться еткендеріңіз маған видео шығаруға мотивация болады. Ал осы ивенттің уақыты бүгін түнгі 1:00-де болатын болады. Бәріңді күтемін, қалып кетпеңіздер. Себебі бізде жесткий ивент болайын деп тұр. Ал осымен видео да аяқталды. Бәріңізге рахмет, до конца көргендеріңіз үшін сау болыңдар.